бүгінгі менің бейнебаянымда осындай әдемі макияжды қалай жасауды көрсетемін. Егер сіздерге қызықты болса, ары қарай көруді жалғастыра беріңіздер. Ал ендеше кеттік. Ал енді ең алдымен бет терісін ылғалдандырудан бастаймыз. Бүгін мен қолданатын ең бастапқы кремім ол Zima Faber. Бетке кремімізді жағып болдық. Енді келесі менің қолданатыным ол праймер Art Visage компаниясынан. Маған өте ұнап қалды. Міне мынандай текстурасы оның. Ақ крем сияқты, соны да кіші былай жағып шығамыз. Келесі қадам ол көз астына праймер жағу. Бұл негізі қабаққа арналған праймер, бірақ мен оны көздің астына да қолдана беремін. Кішкене корректор, консилерлар жақсы тұру үшін осыны жағып қоямын. Көздің үстіне де ұмытпаймыз. Бәрекелді, дайынбыз. Енді келесі қадам ол біздің түсті корректор. Мен көбінесе мына өзімнің кисточкамен қолданғанды жақсы көремін. Мен бұны AliExpress'тен алғанмын. Өте жақсы, түгел осы қара дақтардың барлығын жақсы кетіреді. Келесі қадам ол Space Glow. Мен осыны біздің бүгінгі макияж өте ерекше болатындықтан мен оны жылтыратқым келеді. Сондықтан жылтырайтын праймерді жағамыз. Бұл менде Art Visage Space Glow. Ол тональныйды мен спонжикмен жағамын. Бірақ ең алдымен жаңағы корректорды жаққан қалқаламмен мен тональныйды түгел бетіме жағамын. Тональныйды жағып болған соң, келесі қадам ол консилер. Менің сүйікті консилерім ол The One. Оны міне көздің астына былай жағып шығамын. Мінекей. Консилерді жаңағы кисточканың көмегімен жаққан кезде кисточкадағы тональныйдың қалдықтары осы консилермен бірге жақсы араласып бетімізге табиғи тон береді. Енді бетке сұйық заттарды жағып болған соң, оның барлығын пудрамен ақтылаймыз. Сыртынан жауып шығамыз, яғни. Пудрамен жұмыс істеп болған соң, келесі қадам ол қасымызды бояймыз. Боямас бұрын ең алдымен оны тарап алу қажет. Түгел тональныйдың, түгел консилерлардың қалдықтарын кетіру үшін және шашымыздың, қастарымыздың түсін қанықтырақ қылу үшін ең алдымен былай тарап аламыз. Мен әрдайым қасымды қатты боямаймын. Маған көбінесе оның табиғи пішіні ұнайды, сондықтан мен тек құйрығын ғана бояп қалдыра саламын. Ал енді келесі қадам ол көзді қабақты бояу. Ең алдымен мен мына бронзермен көздің сүйегін бояп шығамын. Палеткасынан мен мына көк түсті қолданамын. Ол көк түсті жағу үшін Jordani Gold'тың қаламын қолданамын. Бояп жатқан кезде өте ақырындап жағамын, себебі осы бояулар олар жақсы түседі қаламнан. Ал енді осы көк түс пен қызыл түсті бір-біріне әдемілеп қосу үшін мен қоңыр түсті
қоңыр түсті арасына саламын. Ақырындап. Және бұның межелерін тегістеймін. Ал енді менің күшті глиттерімді қолданып жасаймын. Сосын мен тез затпен тез жұмыс істемесе, ол тез қатып үлгереді. Сондықтан ол қатып үлгермес бұрын әдемі ақшыл көкті алып, ортасына сол жаңа түстің жағып шығамын. Ал енді сызықты салу үшін мен Catrice компаниясына Liquid Liner'ын қолданамын. Міндетті түрде өте қатты бірдей болуы тиіс емес. Себебі біздің түріміз, екі бетіміздің екі түрі әртүрлі, сондықтан бұл кешірімді зат. Келесі кірпікті бояу үшін мен Jordani Gold тушты қолданамын. Бірінші слой жағып бітіреміз де күтеміз. Оны күткен уақыт бетімізге контур жасап үлгереміз. Ең алдымен контур жасау үшін бізге осындай кішкентай қалам керек, шашақ қалам керек. Сосын Glam Glow палеткасы менде контурингқа өте күшті келеді. Осы жердегі ең алдымен міне қоңыр түсті алып, кисточкамызды қағып, біраз күлеміз. Келесі румянаны аламыз. Енді келесі хайлайтерді алып, біз контурингті жасап болдық. Енді келесі екінші қабат тушты жағамыз. Келесі қадам ол біздің еріндеріміз. Көзімізде көк бояу болғандықтан ернімізді өте сондай табиғи түспен бояймыз. Және соңына қарай блеск. Мінекей осылай достар. Осындай әдемі макияж шықты бізде. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар. Инстаграмдағы фильтрмен қосқанда әп-әдемі болып шығады. Сондықтан достар, бұл макияжды міндетті түрде жасап көріңіздер, өте күшті.